Бүгін логикалық тапсырмалардың 4-ші бөлімін қарастыратын боламыз. Жалпы күнделікті тұрмыста қолданып жүрген есептердің тез шешілу және оңай жолдарын қарастырамыз. Ендеше тапсырмаларды бастайық. Бірінші тапсырма: 217 оқушы мен 21 мұғалімді жазғы демалыс лагеріне апару үшін 45 орынды неше автобус қажет екенін анықта дейді. Енді қараңыздар, бізде 217 оқушы және де 21 мұғалім бар екен. Жалпы адам санын анықтап алу үшін екеуін қосамыз, бізде 238 болады екен. Енді 238 адамды 45 орынды автобуспен тасу үшін қанша автобус қажет екенін анықтау керек. Ол үшін жалпы 238 адамды жалпы 45 орынды автобустарға бөлеміз. Алттан берсек асып кетті ме? 5-тен берсек болады екен. 5 жерге 25, 5 түсіп 2 ойда. 5 жерге 4-ін 20 ойдағымен 22 болады екен. Енді артық адамдарды анықтап аламыз. Жалпы 8-ден 5 сайсақ 3 болады. 3-тен 2 1 болады. Мұнда 0. Міне 13 адам артылып қалады екен. Егер де біз жалпы 5 автобусқа 45 адамнан салатын болсақ, олар толып кетеді. Енді қосымша бізде 13 адам артылып қалады екен. Енді осы 13 адамды жаңағыдай жазғы лагерьге апару үшін тағы да бір автобус керек. Сонда бізде жалпы автобустардың саны 6 болады екен. Бұл бізде Е вариантында. Дәл осы секілді тағы да бір есепті қарастырып көрейік. Жалпы бізде екінші тапсырмада 256 оқушы мен 24 мұғалімді жазғы демалыс лагеріне апару үшін 44 орынды неше автобус қажет екенін анықта дейді. Енді жалпы адам саны анықтап алу керек. Ол үшін 256-ға жалпы 24-ті қосамыз. Мұнда 0 түсіп ойда 7 ойдағымен 8, 280 адам болады екен. Енді 280 адамы 44 орынды автобустарға бөлу үшін жалпы 280-ні 44-ке бөлеміз. Алттан берсек 7-тен берсек асып кетеді, 6-тан береді екенбіз. 6 жерге 4 24, 4 түсіп 2 ойда, 6 жерге 4 24 ойдағымен 26 болады екен. Мұны азайтатын болсақ, қарыз береміз. 14 6 болады, мұнда 7 6 1 болады. Міне, егер 6 автобусқа 44 адамнан салатын болсақ, бізде жалпы 16 адам артық қалады екен. Осы 16 адамды жазғы лагерьге апару үшін тағы да бір автобус қажет. Сонда жалпы автобустардың саны 6-ға 1-ді қоса саламыз. Сонда бізде 7 автобус қажет екен. Келесі үшінші есеп. Шардың бағасы 45 теңге дейді. Самалда 20 теңгелік монеталар ғана бар. Егер кассирде қайтаратын ақша болмаса, самал кем дегенде неше шар сатып ала алады? Яғни самалда тек қана 20 теңгелік ақшалар ғана бар екен, тиындар. Енді бір шардың бағасы 45 теңге екен. Енді жаңа шар сатып алу үшін 20 теңге монеталарды береді, бірақ оны қайтаратыныз бізде бағанадай сдачасы болмайды екен. Енді жаңағыдай 20 теңгеліктен қанша тиын беру арқылы ровно қанша шар сатып алады дейді. Мысалға, бір шарды алатын болса 45 теңге. Біз оны 20 теңгелік монеталар бере алмаймыз. Екінші шарта да 45 теңге, екі шар алатын болсақ, біз оған 90 теңге беруіміз керек. 90 теңгені 20 теңгелік монеталарға бөле алмаймыз. Сағада 90 20-ға бөлінбейді. Үшінші шарды қосатын болсақ, үшінші шарда 45 теңге қосылады. Сонда бізде 135 теңге болады екен. Міне 135 теңгені де 20 теңгелік монеталарға бөле алмаймыз. Сонда тағы да бір шардың бағасын қосамыз, 135-ке 45-ті қосамыз. Сонда бізде 180 болады екен. 180 теңгеге біз бағана 20 теңгелік монеталарға бөле аламыз. 180 20-ға бөлетін болсақ, 9-дан береміз. Ровно 18, мұнда 0 болады. Жалпы 20 теңгелік 9 монета беретін болсақ, біз 180 теңге болады екен. Сол 180 теңгеге біз мұндағы 4 шарды сатып алады екенбіз. Сонда бізде дұрыс вариант А варианты болады. Келесі 4-ші есеп. 5-ке бөлінетін 3 таңбалы сан нешеу дейді. Бірінші 3 таңбалы сандарды анықтап алайық. 3 таңбалы санда бізде 100-ден басталады, 999-дан аяқталады екен. Жалпы 100-ден 999-ға дейін бізде 903-тік 3 таңбалы сан бар. Енді осы 3 таңбалы сандардың ішінен 5-ке бөлінетін сандарды анықтап алу керек. Мысалға 3 таңбалы сан 100-ден басталады. Мысалы 100 5-ке бөлінеді. Сол секілді 105, 110,
Осы секілді 999-ға дейін 5-ке бөлетін сандарды теріп алу қажет. Енді оны былай жазып отыратын болса өте ұзақ уақыт кетеді. Оның бұл есептің жалпы оңай шара жолы бар ма деген сұрақ. Әрине бар. Оны былай қарастырсақ болады екен. Енді қараңыздар. Мысалға 2 таңбалы сан дейтін болса, 2 таңбалы сандар 10-нан басталып 99-дан аяқталады. 10 мен 99-ның арасында бізде жалпы 93-тік сан бар. Осы 93-тік санның ішіндегі мысалы 10 деген санға бөлінетін неше үштік сан бар дейтін болса, оны қалай анықтаймыз? 10-нан 99-ға дейін 10-ға бөлінетін неше үштік сан бар? Ол бізде 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Жалпы 9 үштік сан бар. Енді оны анықтау үшін былай бізде 90 сан бар еді, 2 таңбалы сан. Соны 10-ға бөле салсақ, жалпы бізде 10-ға бөлінетін 2 таңбалы сандардың саны шығады екен. Яғни 9-дан береміз, 90 болады, ровно 9 сан шығады екен. Дәл сол секілді 5-ке бөлінетін 3 таңбалы сан неше сан бар дейтін болса, жалпы бізде 3 таңбалы сандардың саны 900 еді. Осы 900-ді 5-ке бөлсек жеткілікті. Енді 900-ді 5-ке бөлсек жалпы 180 шығады. Сонда 5-ке бөлінетін 3 таңбалы сандар 180 штук екен. Так, келесі 5-ші есеп. Пифагор өз мектебінде оқитын шәкірттері жайында мынадай анықтама берген дейді. Шәкірттердің жартысы математиканы, 4-тен бірі музыка пәнін қызығып оқиды, 7-ден бірі тек тыңдап отырады және тағы 3 қыз бар деді. Пифагордың қанша оқушысы бар? Бұл жердегі жаңа кілт сөздерді анықтап алайық. Бізде математиканы жартысы дейді. Жартысы дегеніміз 2-ден бірі. Ал музыканы 4-тен бірі дейді. Және де 7-ден бірі тыңдап отырады дейді. Және тыңдап отыратын, бізде тыңдап отыратын шәкірттері ол 7-ден бірі бөліп құрайды екен. Және де тағы да қосымша бізде 3 оқушысы бар екен. Сонда жалпы Пифагор осылардың барлығын есептейтін болса, жалпы Пифагордың шәкірттерінің саны шығады екен. Енді оны бізде мұнда варианты арқылы қарастыруға да болады, немесе жалпы математикалық тәсілмен есепсіз шығаруға да болады. Екі жолына қарастырып көрейік. Бірінші варианты арқылы қарастырып көрейік. Мысалға, ең аз варианттан қарастырайық, 14 деген санды алайық. Егер Пифагордың 14 шәкірті болатын болса, олардың жартысы математиканы дейді. 2-ден бірі дейді. Енді 14-тің жартысы бізде 7 оқушы болады. Және де 4-тен бірі музыканы дейді. 14-тің 4-тен бірін табу үшін 14-ті 4-ке бөлеміз. 14-ті 4-ке бөлінбейді. Сол себепті бұл вариантты қарастыра алмайды екенбіз. Келесі С вариантын қарастырып көрейік. 28 шәкірті болатын болса, оның 2-ден бірі, яғни жартысы математиканы жалпы қызығып оқиды. Енді 28-дің жартысы бізде 14 оқушы болады. 4-тен бірі музыканы дейді. Енді 28-ді 4-ке бөлетін болса, бізде 7 болады. 7 музыканы қызығып оқиды. Және де 28-дің 7-ден бір бөлігі тыңдап отырады. Енді 28-ді 7-ге бөлетін болсақ, 4 оқушысы тыңдап отырады екен, және қосымша 3 оқушысы бар екен. Енді осылардың барлығын қосатын болсақ, осы шәкірттерін, сол кезде мұнда қайталап 28 шәкірті шығу қажет екен. Енді қосып көрейік. 14-ке 7-ні қосамыз, оған 4-ті және де 3-ті қосады екен. Соны жалпы 28 шәкірті шығу қажет екен. 14-ке 4-ті қосса 21, 24-ке 4, 25, 25-ке 3. Бізде 28 шәкірті болады екен. Шынымен де 28 шәкірті сәйкес келеді екен. Бұл бізде С вариант екен. Жалпы осы секілді логикалық тапсырмаларды көптеп шешіп, өзіңіздің логикалық ойлау қабілетіңізді дамытқыңыз келетін болса, жалпы каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген логикалық тапсырмаларды салатын боламыз. Сіз соларды ең алғашқы болып көре алатын боласыз.